Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздер білен Наргиза. Мен бүгін сіздерге ауызда еридіған өте дәмді үлпілдек пахлава рецептім білен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Нене қажет қанша граммдан қосқандарымды астына описанияға жазып қойдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Қазір ұнымыз бен сары майымызды жақсылап ұрпақтап аламыз, бір-біріне араластырып. 6 жұмыртқамызды шағып, ағы мен сарысыны бөлек-бөлек саламыз. Ағыны бөлек ыдысқа алып қаламыз, сарысыны ұнымыздың үстіне саламыз. 6-шы жұмыртқамыздың сарысыны бөлек ыдысқа алып қаламыз, оны пахламамыздың бетіне сүруге. Араластырылған ұнымыздың үстіне 5 жұмыртқамыздың сарысыны, 3 қасық сметанамызды, 1 пиала шекерімізді и 1 разлық литерімізді қосып, жақсылап қамырды илеп аламыз. Қамырымыз өш жерде өзі әдемілеп осылай болып бірігеді, оған дейін жақсылап қолымызбен уқалаймыз. Ал қамырымызды сындыруға алып қойып, мына жақта грек жаңғағымыз білен мейіздерімізді әдемілеп турап аламыз. Қамырларымызды осылай 3 бөлікке бөлеміз. 3 бөлікке бөлгенде 3-ші бөлігіміз сәл дәуірақ болады, оны ең астына қоямыз. Сосын бағанағы жұмыртқамыздың ағына тағы да 1 кесе шекерімізді қосып, туралған жаңғағымыз бен мейізіміздің үстіне саламыз да жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазымызды алып, ең үлкен бөлігімізді палга қағазымызға жақсылап жайып аламыз. Сосын оны листімізге салып, шекелерін осылай үлкендеу қылып шығарып қоясыздар. Екінші қамырымызды да дәл осындай қылып жайып аламыз. Вилкамен сәл тесіп, үстіне начинкамыздың жартысын саламыз да жартысını алып қаламыз. Начинкамызды бір текст қылып жайып алып, үстіне екінші қамырымызды тастаймыз. Шекелерін әдемілеп жабыстырып шығамыз. Сосын қалған начинкамызды бетіне саламыз. Начинкамызды салып, фольга қағазымызға жайылған 3-ші қамырымызды алып, нестіміздің үстіне тастаймыз да шекелерін жақсылап жабыстырып, әдемілеп өріп шығамыз. Қамырымыздың шекелерін осындай сәндеп шығып, үстіне сары жұмыртқамыздың бұрыштығын салып, жақсылап бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысын жағып болып, пышақ көмегі білен пахлавамыздың бетіні үстіп кесіп шығамыз. Аралары әдем пісу үшін. Сосын үстін грек жаңғақтары білен безетіп, 180 градуста жарты сағат көлемінде пісіріп аламыз. Пахлавамыз піскеннен соң, үстіне 1 банка әселімізді салып, жақсылап жағып, пышақ көмегімен тағы да бір-бір кесіп шығамыз. Араларына әсел жақсы сіңіп бару үшін. Содан соң тағы да 5 минутке духовкада қойып аламыз. Осы білен біздің үлпілдек дәмді пахлавамыз дайын. Ас болсын.